Ассалаумағалейкум, қадірменді мұсылман бауырлар. Сіздер күтпеген біз көлік көрсетейін деп тұрмыз. Бұл Mercedes компаниясы қаншама компанияның ішіндегі ең жоғарғы көліктің түрін шығарады. Сыртқы дизайны болсын, ішкі дизайны болсын, және моторы болсын, барлығынан бірінші деп мойындаймын. Енді Қазақстанда өздеріңіз білесіздер, Gelenwagen деген көліктің дәрежесі қандай екенін. Олай болса, бізге Қазақстаннан тікелей тапсырыс беріп тұрған. Енді бұл көліктің түпкі кіндігі Германия мемлекеті болғанымен, тәрі мемлекетіндегі Gelenwagenнің бағасын салыстырып, жағдайын көріп, айырмашылығы қандай екенін біліп, мақсатында бізді осында қазір көлік көрейін деп келіп тұрмыз. Сіздерге қызық болса, бізге лайк басып, жақсы комментарий жазып, бізге шабыт беріңіздер. Сіздермен бірге болған Нұрлан, Азия Трейд компаниясы. Біз шолуымызды бастаймыз. Just a touch, baby. I look around, since city's cold and empty, no one's around to judge me. Бұл Gelenwagen көлігінің түрі, 2-3 түрі бар. Енді бұл Gelenwagen 2019-20 жылы шыққан бір осындай дизайнды, әрі G63 деген бар. Бұл G63, бұл көлікте 8 цилиндрлі битурбо 4 литр бензин AMG моторы, 585 аттың күші бар. 9 сатылы, яғни коробка передач деп айтамыз, коробкасы. 9 сатылы автомат. Енді бұл көліктің Қазақстандағы тек қана қара түрін ғана ұнатады, жақсы көреді. Енді мынандай жасыл түсі Қазақстанда мүмкін жоқ шығар. Қараңыздар. Түсі, дизайны өзіне керемет жарасып тұр. Енді бұл көлікті біз суреттен қарағанда кішкене қара көлікке ұқсатқан болатынбыз. Жақыннан қарасақ, бұл яғни жасыл түс екен. Дизайн өте керемет. Енді бұл көліктің шыны керек Қазақстанда да тойларда шыққаны біз көргенбіз. Бірақ кейінгі жылы жаңаларын шыны керек көп адамдар да көрмеді. Себебі бағасы біз ойлағаннан қымбат. Енді жақынырақ бұл көлікке келейік. Қараңыздар. Мынанда үлкен не болса да еркін жұмсақ. Қараңыздар. Үлкен керемет моторы, яғни 585 аттың күшін беретін өзінің моторы сондай. Тап-таза, жап-жаңа. Енді өзінің дизайны өте қатты ұнады. Яғни ударға төзімді, әрі бұл көліктің сапасы өте керемет. Мінекей мына жерде аты жөнін жазып қойған. Енді бұл көліктің қозғау күш дөңгелектерінің размері 275, 50, 20 размер. Жақсы. Шынайы келген кезде, яғни военный көлік әрі қаланың ішінде арналған. Сапасы барлығы басқаша. Қараңыздар. Бұл көліктің ішкі дизайны қызылға араласып жасалған екен, қараға. Тіпті мына жақтағы салапандарды заводтан шыққалы бері әлі алынбаған сияқты. Бұл өте жақсы. Кореяның көліктерінің бір жақсы жері, бір жыл 2 жыл айдаса да осында көліктердің кейбір салапандар ашылмайды, яғни көлікке жақсы қарағаны әрі таза ұстағаны белгілі болады.
Енді барлық қызықтың бәрі ішінде, мына жақтардың барлығы. Енді қараға боялғандар бар, тек қана, бірақ қызылға боялғаны көлікке жақсы түс береді, әрі қымбат көлік екені білінеді. Мінекей мына жерде Audi системасы компания. Мына жақтардың барлығы ұстаған кезде мұздай болып тұр. Бұл алюминнен жасалынған екені, алюминий қапталған екені білінеді. Мына жақта да колонка бар. Енді бұны қарайтын болсаңыздар, мінекей мына жағында Австралия, Мадейн Австралия. Яғни австралийский сборка болып тұр. Кореяға келетіндері. Ал енді ішін өзім бір түсіре кетейін. Мінекей полный дисплей. Қарайтын болсаңыздар, мультируль. Тіпті мынау мультирульдің тұсында да арнайы датчиктердің бар екені білінеді. Енді көзге көрінбесе де камераның тұсында, яғни жанып тұрғаны білінеді. Кнопкалардың сапасы өте жоғары, жақсы. Ұстаған кезде мұздай болып тұрады. Алюминий екені. Мінекей мыналардың барлықтары сондай. Енді сапа деген жатыр ішіндірек. Мен енді бұнды құрастырған көліктің сапасын көрмедім ішіндірек. Сағатын өзің қараңыздар. 3 режим болып тұр ғой. 4 мына менюі барлығы. Мына жақта енді түсіндіретін ештеңе жоқ. Барлығын өздерінің суреттеріне қарап түсінесіздер. Өте жақсы. Мына жақта флеш сағатына USB. Барлығы керемет. Ұстайтын. Енді сіздер военный көлікке ұстатып, яғни военный көліктің қалада айдайтын түрі бұл. Өте қожақта шамдарын қарайтын. Көштеріне тәрізі жүзін алған. Міне үйік. Алькантара. Таза. Мына жақтың енді Kia Hyundai'дағы Алькантара мен мынаның Алькантара сапасы екі бөлек. Енді арт жағында қарай. Мына жақтың сапасы жақсы. Арт жағында 3 сұрақтардың режимі. Аудио сиденье жоқ екен. Ал енді ескі көлікті ұқсайды екен. Өте жақсы. Арт жағында енді үшінші зоналық климат контроль, сат салғышы, тұсандырғыш. Кожа сапасы өте жақсы. Өте қатты ұнады. Кілтінің сапасы бөлек, жақсы екен. Көрсем де сөйлейін. Мінекей көліктің тапсырдық. Көлік бізге ішінерек мен ойлағанымда өте әдемі екен. Негізі аққа қарағанда осындай жақсы түсті. Негізі өте жақсы. Бұл бұндай түс Genesis көліктерінің түстеріне ұқсап тұр. Бірақ бұныңқы жылтырлау әдемірек болып көрінеді. Сіздермен бірге болған Нұрлан, Азердер компаниясы. Келесі видеода жолыққанша амандықта сау болыңыздар.